Сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жүрген макулебе тағам жасайтын боламыз. Өте керемет дәмді болып шығады. Менімен бірге осы рецептпен әзірлеп көріңіздер. Сіздерге де 100% ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен біз етімізді турап аламыз. Қатты ұсақ қып турамаңыздар, кішкене осылай орташа етіп кубиктарға турап шығыңыздар. Мен шамамен 650 грамда ет алдым. Мөлшерлердің барлығын осы видеоның описание бөліміне жазып кететін боламын. Енді табамызға май құйып, оны қыздырамыз да, етімізді осыған салып, жақсылап тұрып қуырып аламыз. Бірінші қатты отта қуырамыз, бізде жаңағы етіміздің түсі өзгеруі қажет. Шамамен 5-10 минуттай қуырасыздар. Осылай түсі өзгерген кезде дәміне қарай тұз қосамыз. Жақсылап араластырамыз да, жай отқа қойып, қақпағын жауып 40 минутқа бұқтырып қоямыз. Ешқандай судың құюдың қажеті жоқ. Енді біз сәбізімізді, картошкамызды осылай дөңгелек етіп турап аламыз. Бұл тағамның ерекшелігі, біз картошкамыз бен сәбізімізді бөлек-бөлек қуырып аламыз. Табамызды май құямыз да, қатты қыздырып аламыз. Және де осылай сәбізімізді салып, екі жағынан қызарғанша қуырып аламыз. Картошкамызды дәл солай қызартып, екі жағынан қуырып аламыз. Енді дәл осы табада кішкене ғана майын қалдырамыз да, күрішімізді қуырып алатын боламыз. Күріштеріңізді міндетті түрде бірнеше рет жуамыз. Суымыз аппақ болғанша бірнеше рет жуып алыңыздар. Сонда жаңағы күріштеріңіз жабыспай, дана-дана болып пісетін болады. Осылай жақсылап тұрып қуырамыз. Араластырамыз. Дәміне қарай тұзын, бұрышын, дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Енді осындай қазанды алып, өздеріңізге ыңғайлы ыдыс аласыздар. Ең астыңғы бөлігіне жаңағы пиязымызды орналастырып шығамыз. Осылай пиязымызды тізіп шығамыз. Үстіне етімізді саламыз. Етіміздің өзінің жаңағы суы шықты, мен осы бәрін құятын боламын. Сонда өте дәмді болып шығады. Бір керекке етіп орналастырамыз. Үстіне сәбізімізді видеода көрсетілгендей тізіп шығамыз. Үстіне кішкене тұз себеміз. Және де картошкамызды да тізіп шығамыз. Ең соңында күрішімізді орналастырып шығамыз. Енді үстіне қайнап тұрған суды құямыз. Біздің суымыз күріштен кішкене ғана асып тұрса болды. Көп құйып жүрмеңіздер. Енді плитамызға қойып, бір қайнағанын күтеміз. Бір қайнап бастаған кезде осылай күрішін ғана араластырамыз да, жай отта 40 минуттай пісіреміз. Осы қайнаған кезде жаңағы тұзын қарасаңыздар болады. Егер аз болып қалса, тағы да қосып жіберіңіздер. Енді бетін жауып, 40 минуттай бұқтырып қоямыз. Жай отқа қоямыз. Біздің макулебеміз дайын болғанша осындай жеңіл салат дайындайтын боламыз. Қияр мен жаңа қызанақты осылай ұсақтап турап салат жасап аламыз.
Достар, менің каналымда апта сайын жаңа рецепттер шығып тұрады. Соны жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Және де лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосуларыңызды сұраймын. Міне біздің макулебеміз дайын болды. Енді осылай аударамыз ыдысымызға. Және де осылай қасықпен ұрғылаймыз, бір-біріне жаңағы жабыспай жақсы болып шығуы үшін. Ақырындап осылай аламыз. Енді жан-жағына салаттарымызды осылай орналастырып шығамыз. Кез келген салатты орналастыра берсеңіздер болады. Және де айран құйып шығамыз. Айранның орнына қаймақ құйсаңыздар да болады. Онда да өте керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Ауызашарға міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Әйгерім.